Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қали Әубәкіров, Қара Жашақ YouTube арнасы. Коронавирусқа қарсы вакцина егу неге маңызды? Ол адам ағзасын қалай қорғайды? Қауіпті дерттен екпе алмау неге әкеліп соқтыруы мүмкін? Экономикаға кері әсері қандай? Ал өзге елдердегі вакцинация қалай жүріп жатыр? Осы сұрақтардың жауабын біздің арнамыздан көресіздер. Алыстамаңыздар. Сонымен вакцинациялау неге маңызды? Тап қазір аурудың алдын алып, адам өмірін сақтап қалудың қауіпсіз және тиімді әдісі. Қазір дифтерия, сіреспе, көкжөтел, тұмау және қызылша сияқты кем дегенде 20 аурудан қорғайтын вакцина бар. COVID-19 пандемиясы кезінде вакцинациялау өте маңызды. Бұл аурудың және алдын алатын аурулардан болатын өлімінің көбеюіне ықпал етуі мүмкін. Осы тұрғыда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы COVID-19 тудырған қиындыққа қарамастан иммунизация және денсаулық сақтау қызметін үздіксіз жеткізуді қамтамасыз етуге шақырады. Вакциналау өте қажет, әсіресе пандемия кезінде. Өйткені адам қоздырғыштармен байланысқа түскенге дейін аурудан қорғанудың қаупі жоғарылайды. Ал вакциналау ағзаның табиғи қорғаныс механизмдерін қолдана отырып, көптеген жұқпалы ауруларға төзімділікті арттырады және сіздің иммундық жүйеңізді күшейтеді. Аурулар сияқты вакциналарда иммундық жүйені арнайы антиденелер жасауға үйретеді. Алайда, вакциналауда тек ауру қоздырғыштарының ауру тудырмайтын және онымен асқыну қаупін тудырмайтын қоздырғыштарының өлтірілген немесе әлсіреген түрі ғана бар. Ал вакцинациялау түрлі әлемдерде қалай жүріп жатыр? 9 миллионға жуық халқы бар Израиль вакцина салдыру көрсеткіші бойынша көш бастап тұр. Бұл елде ересек тұрғындардың жартысынан көбі кемінде бір рет вакцина салдырған. Израиль денсаулық сақтау министрінің дерегінше, вакцина салдырғандар арасында коронавирус жұқтырғандар үлесі 0,1% болған. Израильден кейінгі екінші орында Біріккен Араб Әмірліктері мен Ұлыбритания тұр. Ал вакцина салдырған адам саны бойынша ең көп көрсеткіш ақш пен Қытайда 30 миллион адамнан асады. Бірақ қазір тарап жатқан коронавирустың жаңа түріне төтеп беруге қолда бар вакциналардың кейбірі әлсіз болып шықты деген ақпарат бар. Еуропа одағында жағдай басқаша. Коронавирусқа қарсы вакциналарды кешігіп мақұлдағандықтан қазір Еуроодақ елдерінде вакцина егу көрсеткіші де төмен. Әр 100 адамның 4-еуі ғана кемінде бір рет салдырған. 447 миллион адам тұратын Еуроодақ халқы вакцина салдыру жылдамдығы жағынан Израиль, Ұлыбритания мен Америка Құрама Штаттарына жете алмай келеді. Ресейде жағдай мәз емес. Екпені алғаш болып тіркелген елдің өзі халықтың 60% ғана екпе салған. Үндістанда дәл осындай көрсеткіш 6,83% екен. Осы аптада әлем халқының 5%-ға жуығы ғана екпе алғаны белгілі болды. Бұл төмен көрсеткіш. Коронавирусқа қарсы вакцинаның дені ауқатты елдерге жеткізілген. Дайын болған екпенің 40%-ы дәулетті асқан 27 мемлекет азаматтарына салынған. Мәселен, ақш алдағы 3 айда азаматтарының 75%-ы вакцина алатынын хабарлады. Ал жағдайы нашар елдер коронавирусқа қарсы препараттың тек 1,6%-ы ғана қол жеткізіпті. Ауқатты мемлекеттерде вакцина салу қарқыны 25 есе жоғары. Олар жалпы әлем халқының 11%-ын құрайды. Екпе және коронавирустың бар, не жоқ екенін анықтайтын экспресс-тест вирусқа қарсы дәрі-дәрмек өндірісіне инвестиция тарту жұмысын жүзеге асыруда барынша әділ болу керек. Жыл басында мен 100 күн ішінде алдымен медицина қызметкерлеріне екпе салу керек дедім. Осы аптада тура 100 күн болады. Әлемнің 190 елі вакцина салуды бастады. Жоспарды орындау үшін әлі 22 миллиард доллардай қаражат керек. Ал Қазақстан 1,79%-бен Зимбабве елінен озды. Еліміз ресейлік препаратты ресми тіркеуден өткізбей-ақ сала бастаған. Жаппай вакцина егу 1 ақпанда басталған. Үкімет жыл соңына дейін 6 миллион адамға вакцина салуды жоспарлап отыр. Ал сәуірден бастап Қазақстанның ковид енді егілетіні осы екпе 1-2 сынақ кезеңінде 96% тиімділік көрсеткені хабарланды. Қазір ковид-19 сынақтың 3-ші кезеңіне өтіп жатыр. Дегенмен вакцинациялаудан өтуге қарсылық білдіріп жатқандарда баршылық. Оның себебі халықтың екпеге сенбеуі.
Бүгінде вакцина алғандардың саны 100 мыңнан асты. Өйткені препаратқа деген көзқарас күдік тудыратыны сонша, тіпті денсаулық сақтау министрлігінің өзі екпе салуға аспай отыр. Оның себебі Алексей Цой былай түсіндіреді. Ғылыми зерттеу институты биологиялық қауіпсіздік мәселелері базасында алғашқы серияны шығарды. Клиникалық зерттеу нәтижелері бойынша техникалық есептердің дайын болуын күтеміз. Олар сәуірдің соңына дейін дайын болуы керек. Вакцинацияға дайындалып жатырмын және сіздермен бірге қазақстандық вакцинаны салдыруға дайынмын. Әлемде 9 коронавирустық вакцина тіркелген. Тағы 50-і зерттеліп жатыр. Ресейлік Спутник 5 вакцинаны келетін болсақ, Еуропалық дәрі-дәрмектер агенттігі қазір Спутник 5 клиникалық сынақтардың этикасын тексеруді бастады. Ақпарат пайда болғаннан кейін тесттер еріктілер емес, басшылық мәжбүрлеген әскери және мемлекеттік қызметкерлер болады деп жазды Financial Times. Ал жетекші экономистердің айтқанына назар аударсақ, вакцина жоғары нәтиже берсе, әлем экономикасын пандемияға дейінгі деңгейге келу және одан да жоғары өсу мүмкіндігі бар. Әзірге олар орталық банктерге ақша несие саясатын қатаңдатпауға кеңес береді. Атқарушы билікке экономиканы ынталандыру жұмысын одан әрі жалғастыру керек. Олай болмаса, жаһандық қаржылық тұрақтылық қауіп төнеді. Дегенмен бізде біраз жағымды жаңалық бар. Болжам бойынша биыл әлем экономикасының өсімі 6%-ға жетеді. Оған вакцинация, ауқатты елдердің экономиканы ынталандыру жұмысының нәтижесі және соның негізінде экономикалық белсенділіктің артуы жағымды ықпал етеді. Бірақ вирустың мутацияға ұшырап кеңінен таралып жатқаны алаңдатады. Егер халық жаппай екпе алмаса, ең алдымен шағын және орта бизнес қатты зардап шегеді. Салдарынан әр 10 жұмыс орны жабылып қалуы мүмкін. Сондықтан жұмыссыздарды жаңа кәсіпке бейімдеу барынша назар аудару қажет. Жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының вакцина және вакциналауға қатысты ұсынысы бойынша Еуропалық одақ пен Ұлыбританияда бірнеше апта бойы халықты коронавирусқа қарсы вакцинациялау науқаны қызу жүріп жатыр. Дегенмен көптеген еуропалықтар вакцинациядан сақтануда. Германияда сауалнамаға сәйкес халықтың жартысының көбісі BioNTech Pfizer екпесін салуға дайын. Басқа батыс Еуропа елдерінде вакцинацияға деген көзқарас әртүрлі. Сақтықпен күдіктеуден басқа мақұлдағанға дейін. Қалай болғанда, сарапшылар биыл жетекші елдердің басым бөлігінде жағдай айтарлықтай жақсаратынына айтады. Тіпті Үндістан, Қытай және ақш жетекші орынға ие болады дейді. Ал бұл елдердің қатарында Қазақстанда болуы бізге байланысты. Олай болса, сақтанып жүрейік ағайын. Каналға жазылып, лайк басып, пікір білдіріңіздер.